Мүмкін ата-ананың балаға тәрбие беруде жіберген қателіктері бұл соның нәтижесі деп ата-ана мен перзенттің арқасында түсініспеушіліктерге екі жақты қарауға тырысамыз ғой. Оны да жөн деймін. Бірақ біз мұсылман баласы емеспіз бе? Қандай адам болса да осы өмірге келуге себепші болған ата-анаға дауыс көтеруге, тіл тигізіп балағаттауға ешбір балаға құқық берілмеген. Қазіргі күнде неше түрлі жағдайларды естіп жатырмыз. Тіпті шет елдерде мемлекеттің өзі бала құқығы деген заң қабылдап, ата-ананың балаға деген құқықтарын шектеп қойғандықтан есіргендік, есерсоқтық баланың ата-анаға да мұғалімге де бағынбауы осыдан келіп шығып жатыр деп ойлаймын. Менің айтпақ болғаным кішкентай бала емес, мінез-құлқы өзгеріп, шамданып, шыға келетін жасөспірімдік шақта да емес, тіпті жас та емес, орта жасқа қадам басып отырған ұлымның қылығы біраз жасқа келген маған қатты тиді. Жолдасым екеуміз жас күнімізде жақсы жерде қызмет істедік. Бір ұл, бір қызымыз бар. Солардың амандығын жақсы азамат болып өскенін қаладық. Ештеңеден тарықтырмадық. Үйірмелердің түр-түріне апарып, ең жақсы деген ұстаздардан дәріс алды. Перзенттерімнің болашағы жарқын болсын деп, мен олардан ештеңені аямадым. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дегендей, балаларымның білімділігіне шүбә келтірмейтінмін. Ұлым да, қызым да шет елде білім алды. Осындағы ақылы мектептердің бірін бітірді. Жоғары оқу орнын бітірген соң, қызым сонда қалды. Шетелдік бір жігітпен көңіл жарастырып сонда қалып қойды. Ал ұлымды шетелдің бір қызын алып келмесін деп қорқып, осында шақырып алғанбыз. Содан жұмысқа орналасты. Үйленемін дегенде біз қатты қуандық. Әйтеуір елімізге келіп, қазақтың қызына үйленіп жатыр ғой деп ойладық. Иә, ұлым қазақ қызына үйленді. Құдаларымыз да осы Алматыдан. Бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Сырлас құдағи болып, құрбылардай болып жүретін болдық деп мен мәзбін. Бірақ менің бұл қуанышым ұзаққа созылмады. Бір жылдан соң келінімнің аяғы ауыр болды. Оған дейін емексіп, қайта-қайта келініме қарап, бір жаңалық айтып қалар мекен деп күттім. Бірақ мені қуантатын жаңалықтың ауылы бір жыл бойы маған алыс болды. Бірақ мен баланы жоспарламаған едім. Бұл баланы алдырып тастаймын. Мен әлі жаспын. Бала аяғыма тұсау болады деп жылап отырғанда шошып кеттім. Өзі бір жылдан бері көңіліне келіп қала мекен деп бала туралы сөз қозғамай жүргенімде бекер екен. Ол баланы қаламағандықтан өздері сақтанып жүрген екен ғой. Мұның барлығын білгенімде келінге ақылымды айтып, алғашқы перзентті бойыңнан түсірсең, өмір бақи ана болу қабілетінен айырылып қалуың мүмкін. Бала аяғыма тұсау болады деп қорықпасаң да болады. Бұл баланы аман-есен босанып қолыма берсең болды. Қалаған жұмысыңды істеп, қалағаныңша қыдырып жүре бер. Немереме өзім қараймын. Сен тек өмірге әкелсең болды деп жалынып жүріп босандырып алғанмын. Шынында да, өзі айтқандай ол балаға мейірленбеді. Мейірленбеген соң анадан сүт те шықпайды. Ал баланы емізіп бер десем сүтім жоқ дейді. Баланың қарны тоймай жылай берген соң, амал жоқ, жасанды сүтпен тамақтандыруға көштім. Немереме өзім қарадым. Қасыма алып жаттым теттейінен. Бірақ бала сәл өскен соң, олар баланы менен жырақтатқысы келіп, талай қитұрқылықтар жасады. Мен үйдемін ғой, өзім қарап отырмын. Сендерге кедергісі келіп отырған жоқ. Балабақшаға бермей қойыңдар. Ол жерде қаншама бала болады. Жеткілікті көңіл бөлінбейді ғой деп
Соншама шылдағаныма құлақ аспады. Балабақшаға берді. Ол жақта жайы болмай, жиі сырқаттанып қала беретін немеремді шығарып алдым. Осы баладан соң келін қайта босанбады. Бір баламен шектелді. Ұлым шетелде оқыған. Оның өмірге деген көзқарастары бізбен салыстырғанда басқашалау. Келінімді де сол өзінің дүние танымдарына сәйкес келгендіктен таңдаған шығар. Бірақ шынымды айтайын, келінім келген кезден бастап оның тасыраңдап жүргені, тік бақайлығы ұнамап еді. Сонда да баламның таңдап алған жар ғой, өзіне ұнаса болды. Бір-бірімен тіл табысып, ары қарай жақсы отбасы болып отырса да керемет қой деп, мен қандай болса да келін алып, баламның баласын екеу еткеніме қуанған едім. Келе-келе менің балаларым бақытты болса болды деп келінге қатты сөйлемегенім, оған ескерту жасамағаным, кемшіліктері болса өзіне айтудың орнына өзім түзей салғаным да дұрыс болмаған шығар. Оның барлығын мен келінім мен ұлыма қамқорлық деп ойлағанмын. Жалғыз ұлым болған соң оның жарында жалғызым деп еркелеттім. Одан кейін тіпті еркінсіп кетті. Мен қашанға дейін жас қалпында қаламын. Менің де ауырып қалатын сәттерім болады. Шаршаймын. Сондай кездерде келіннің ыстық шайын ішіп, терлеп-тепшіп, жанымды күтіп жатсам деймін. Бірақ қайдан? Ұлымда келінге айтса істейді ғой. Бірақ сөзін өткізе алмай отырғанына ренжулімін.